Достар, біздің сіздермен келесі талқылайтын тақырыбымыз шаш күтіміндегі қателіктер мен мифтер. Мен шаш күтімімен айналысқалы да біраз уақыттар болыпты. Осы аралықта қаншама әйелдермен сөйлестім, және соның ішіндегі адамдардың ең көп жіберетін қателіктеріне және ойларына тоқтала кеткім келіп тұр. Ең бірінші қателік бұл шаш түскен кезде қию, немесе шашты қиған сайын өседі деген ой. Енді осы кезде айта кетейін, бірден айтайын, негізі сіздің шашыңыздың өсуінің, түсуінің, азаюының сіздің оның ұшын қиғанына ешқандай қатысы жоқ. Шаш өседі, шаш сырттан өспейді, ол іштен сыртқа қарай өседі. Яғни мына шаштың фолликулалары, шаштың жаңағы, мысалға қарапайым тілмен айтқанда, гүлдің тамыры деп айтайықшы, сіз соның жаңа гүлдің жапырағын қанша жұлғанмен пайда жоқ. Гүлге нәр беретін оның тамыры, оның топырағы арқылы, оның тамыры арқылы гүлге сіз нәр бересіз. Сол арқылы оның күтімін дұрыстай отырып өсіресіз. Сондықтан оның өсіп тұрған жапырақтарын жұлып тастағаннан ондай бір ешқандай келіп кететін аса бір пайда жоқ. Сонымен қатар осы жерде ең бірінші тоқталайын. Мысалы, әйелдер айтады, менің шашым көп түсіп кетті, сонан кейін мен оны қиып тастадым деп. Осы кезде мына суреттің өзіне қараңыз. Мысалы, мына қыздың шашы түседі деп айтайық. Мынандай шашын түскен кезде осындай ұзын шашының түскені әлдеқайда көп болады ғой. Егер бұл қыз шашын тура осы жерден қиятын болса, шашы сол баяғыша түседі, бірақ мынаншалықты ұзындығы қиып тастағаннан кейін бұрынғыдан қарағанда кішкене азайғандай болып ол көрінуі мүмкін. Ол тек қана көз алдау. Себебі оның азайған себебі ұзындығы қысқарған болып тұр ғой. Сол себепті сіз оның осындай ортасынан қиып тастап, мына каре етіп қиып тастағанның сіздің шашыңыздың түскеніне ешқандай келіп кетері жоқ. Тек ұшы жіңішкеріп кетті, соған байланысты мен қидым дегеніңіз болмаса. Ал енді ұштанған кезде оны ұштарын қиып тұрам десеңіздер болады. Дегенмен де осы нәрсені дұрыс түсінсеңіздер екен, сіздің шашыңызды қиғаннан сіздің шашыңыз өсіп кетпейді. Сонымен қатар, яғни түсіндіре алдым ғой, егер сіздің шашыңыз түсетін болса, бұл жерде басқаша подход жасау керек. Шаш неге түсіп жатыр, оның емімен айналысу керек. Шаштарыңызды қимай-ақ қойыңыздар. Сонымен қатар, шашты қиған кезде, шаш тараған кезде ол жерде жатса болмайды. Қазақта сөз бар, егер оны жаңа құс алып кететін болса, басың ауырады деп. Негізі құстар түскен шаштарды алып, өздерінің балапандарының ұясына ұя жасауға пайдаланады. Сондықтан шашты көрінген жерге тастауға, лақтыруға болмайды. Мысалға, шаштаразда шаш қиған жерде қалады. Шаштың өзінің қасиеті бар. Ол сіздің жаңағы, сіздің былайша айтқанда тәніңіздің бір бөлшегі ғой, тек мынандай жаны жоқ демесеңіз. Сондықтан көрінген жерге шашты тастамаңыздар. Балаларыңызды кішкентай кезден осыған үйретіңіздер. Енді оны жинап көміп тастасаңыздар болады. Біреулер өртеймін деп айтып жатады. Бірақ негізінде жазылған бойынша, жалпы діни көзқарастар бойынша шашты көміп тастаған дұрыс деп айтады. Енді келесі, шаш түседі деп тарамау. Мысалы, мен көптеген әйелдермен сөйлесемін, сондағы ең үлкен қателігі, менің шашым түседі, мен шаштың түскеннен қорқамын, сөйтіп мен оны тарамаймын дейді. Жалпы әр нәрсенің өзінің жаратылысы бар. Мысалы, мына киім, ол кию үшін жаралған, мынандай алқа болса, ол тағу үшін жаралған демекші. Шашыңыз болғаннан кейін ол тарау үшін жаралған. Былайша айтқанда, сіз шашыңызды тарап тұрасыз. Енді бір қатты каре қылып қиып тастаған, тараудың қажеттілігі туындамады демесеңіз, дегенмен де сондай жағдайдың өзінде шашты тарау керек. Неге? Себебі біз шашымызды тарағанда баста қан айналым жүреді. Кәдімгідей мына бастың тамырларына қан барады. Сол себепті де шашың мысалы түсетін болса, басыңа массаж жасап тұр деп бекер айтпайды. Сонымен қатар, түрлі мысалға, егер адамда дене қимылы көп болмаса, адам стресске түсетін болса, онда жалпы мына ағзадағы қан айналым бұзылады. Сол кезде шашқа баратын қан тамырларда қысылып қалады, соның кеселінен шаш түседі, соның кеселінен шаш ағарады, соның кеселінен шаш өспейді, неше түрлі проблемалар туындайды. Енді сіз шашыңыз түсіп жатса, оны апарып тағы сіз
қарамай қоятын болсаңыз шашым түседі деп, ол сіз жағдайды ушықтырасыз да, шаш одан ары түседі. Сондықтан мұндай қателік жібермейміз. Сонымен қатар көптеген әйелдер бар, жаңағы әсіресе шаш тарауға уақыты жоқ, үй шаруасына беріліп кеткен деген сияқты, орамалдың астына түйеді де, сол шаштары орамалдың алдын астында қалады. Не оны жумайды, не оны тарамайды. Сондықтан мұндай қателіктер жібермеңіздер. Ең келесі, шаштан ұялып орамалдың астына жасыру дейді. Тура осы жағдай бұл жасы егделеп қалған үлкен кісілерде де емес, кәдімгідей жас келіндерде де бар. Мен мысалға шаш күтімі эксперті болғандықтан маған қаншама әйелдер жазады, қаншама қыздар жазады. Соның ішінде жас келіндер бар. Мысалы, менің шашым түседі, содан мен ұялам депші. Бұл жерде орамал тағудың бірнеше түрлі себептері бар. Сонымен қатар, құрметті оқырмандарым, мен бұл жерде дінге байланысты орамал тағуды мүлдем айтып тұрған жоқпын, онымен шатастырмаңыздар. Және де өзіңіз келін болғаннан кейін орамал тағу керек болғасын тағу деген ол ұғым мүлде бөлек. Мен шаштан ұялып орамалдың астына жасыру туралы айтып тұрмын. Мысалы, әйел адамдар шашы түсетін болса, ағарып кеткен болса, басы жара болса, неше түрлі жаңағы шашқа қызыл жаңағындай бөрткендер шығатын болса, немесе ойылып түсіп қалса, тағы басқа проблемалар болса, осындай жаулық тағады. Себебі орамалдың астына шаштарын жасырады. Бірақ қазақта сөз бар, ауруын жасырғанмен өлімі белгілі деген. Сіз бұнымен алысқа бармайсыз. Сонымен қатар мынандай жағдай болған, өзі жап-жас келін, шатаспасам жасы 30-дарда, мен шашыма үнемі орамал тағамын, себебі бірақ дейді, шашым жұқа түседі, бірақ қазір менің шашыма тіпті басыма орамал да ұстамай қалды дейді. Яғни шашы жұқарған сонша орамал да ұстамай қалды. Бұл жерде не істеу керек еді? Бұл жерде шаштың түскенін тоқтатып, оның емімен айналысу керек еді, оған күтім жасау керек еді. Жоқ, халық аппаратта оны орамалдың астына жасырады. Бірақ бұл әрине уақытша ғана процесс, біраз уақыттан кейін сіз оның зардабын тартатын боласыз. Енді келесі, шаштың түсуіне, тіпті балалардың шашының түсуіне норма деп қарау, осы да үлкен бір қателік болады. Мысалы, шаш бірден түсе қоймайды, ол аз-аздан ақырындап түсіп бастайды. Мысалға, шашы бір аллергиялық әсерлер, тағы басқа аяқ астынан стресс, сондай болып бір ойылып түсіп қалып, сондай жағдайлар болып жатпаса, негізі өмірде шаш тараған кезде аздап түсе бастайды. Ол басында шашты тарағанда түседі, оның кейін жуғанда түседі, оның кейін жаңағы көрпе жастықтың үстінде шашылып жатады, киімнің үстінде шашылып жатады, сонан кейін барып оның түскені күннен күнге көбейе береді. Яғни сіз оның басында шаштың түскеніне мән бермей жүре бердіңіз, соның кеселінен сіздің шашыңыз түскені көбейіп кетті. Яғни шаштың түсуінің күнделікті өзінің нормасы бар. Өткенде мен айтқандай 40-тал, 100-талдай түсуі мүмкін. Бірақ сіз шашыңыздың түскеніне норма деп қараған сайын қаншалықты оның көбейіп кеткенін байқамай қаласыздар. Тіпті менің өзім, мен қанша жерден шашымның күтімін жасаса да, мен шашым ұзын деп ойладым, бірақ кәдімгідей менің мына құйқам ашылып тұрып көрініп қалған болатын. Оны мен сіздерге суретін көрсетіп тұрып айттым. Сондықтан егер сіздер жүре беретін болсаңыздар, әсіресе 40-тан асқан кісілер бар, мысалға шашым түсіп жатыр, 39-38 жастағы кісілер құйқам ашыла бастады деп, сонда ойламызшы, жоқ 30-40 емес, қазір 20 жастың өзінде қыздар бар, 18 жаста қыздар бар, құйқалары ашылып тазданайын деп қалған. Солардың өзі шаштың түсуі норма деп ойлайды. Сонда ойлаңыз, сіздің 18 жасыңызда, 20 жасыңызда жарайды, жоқ дегенде 39-40 жасыңызда шаш құйқаңыз көрініп жатса, ары қарай 50-де не болады, ары қарай 60-та не болады? Парик киіп жүресіз ба? Мысалы, парик киіп жүретін мұғалімдер де бар. Ондай кәдімгі адамдар бар, шашының түс қалғаннан ұялып, парик киіп жүретін. Сол проблема қайдан шықты? Осындай шашының түскеніне норма деп қарағаннан, уақытында күтімін жасамағаннан, уақытында емін жасамағаннан, уақытында өзіне қарамағаннан. Енді осы жерде тағы бір нәрсе айтайын. Өзінің шашының түсуіне норма деп қарайтын ана, бұл баласының да, яғни
қызы болсын, ұлы болсын, оның да шашының түсуіне норма деп қарайды. Осы жерден өте үлкен қателік кетеді. Қазір сіз өзіңіздің шашыңыздың түскеніне норма деп қарадыңыз, сонан кейін біраз уақытта өзіңіздің, мысалға, балаңыздың шашының түскеніне норма деп қарадыңыз. Мысалы, 6 жастағы баласының шашының түскеніне норма деп қарайтындар бар да. Осы жерде 5 жастағы, 6 жастағы баланың шашы түспейді ғой. Мен кейде аналармен сөйлескен кезде таң қалам. Мен көп жаңағы біраз уақыттан бері адамдармен сөйлескеннің өзінде белгілі болады да. Мысалы, бір аналар айтады, жоқ, менің қызымның шашы түспейді, немесе тарағанда бір-екі тал ғана шашым түсуі мүмкін деп ше. Мен аналарында проблема болса, міндетті түрде балаларында проблема бар ма деген сұраймын. Сол кезде солай жауап қайтарады. Енді кейбір аналар бар да, менің қызымның шашы уыстап тұрып түседі деп. Ол уыстап тұрып түседі, сыпырылып түсіп қалды деген сөздерді көбінесе қолданады үлкен ересек әйелдер қолданады. Балаларға ондай сөздерді мүлдем қолданбаймыз. Егер балаңыздың шашы солай түсетін болса, резинканы шаштан былай жұлып алған кезде одан кәдімгідей шаш резинкаға жабысып түсетін болса, бұл мүлдем дұрыс емес. Егер қазір 5-6 жастан бастап шаш түсетін болса, оның шашы біраз уақытта өспейді, біраз уақытта ағарып кетуі мүмкін. Сонымен қатар шашы ағарған балалар өте көп. Сондықтан өзіңіздің шашыңызға да, балаңыздың шашының түсуіне де норма деп қарамаңыз. Егер сіз өз жағдайыңызды ойлайтын болсаңыз, өзіңіздің денсаулығыңызды ойлайтын болсаңыз. Ал енді, әрине, бірақ бұл жерде таңдау сіздің өзіңізде. Менің жағдайым жоқ, болмаса менің уақытым жоқ, мен жұмыстан босамаймын, мен күтіміме онша уақыт арнағым келмейді десеңіз, жүре беріңіз. Ол сіздің таңдауыңыз, және мен оған құрметпен қараймын. Басқа адамдар, кез келген адам жалпы бір-бірінің таңдауына құрметпен қарайды. Оған сіздің толық құқығыңыз бар. Яғни шашыңызды қарамауға, тарамауға, өз-өзіңізге әйел ретінде қарамауға, шашыңыздың түссе де жарайды қойшы ертең деп жүре беруге, бірақ оның зардабын тартатын өзіңіз боласыз. Ертең өзіңізбен құрдас әйелді көргенде, қызыңыз өзіңізбен құрдас балаларды көргенде, сол кезде бір өзіңізді салыстыра қарау, самооценка төмен болу, сол кезде сіз өзіңіз байқайсыз. Мысалы, маған 11-ші сыныпта жаңағындай хабарласатын қыздар бар. Мектеп бітіру кеші болады, болмаса қыздардың шаштары не жасаса да әдемі болып тұрады, менікі прическа жасауға да келмейді, жұқа, өспейді деп. Бұның өзі баланың кішкентай кезінен ақ самооценкасының соншалықты түскенін, әлсіз, сенімсіз болғанын білдіреді. Сонымен қатар менің шашым қатты түседі, ағарып кеткен, мен жігіттермен кездесуден ұялам, жігіттер менің шашыма қарап тұрған сияқты деп, мысалы 30-32 жастағы, 35 жастағы қыздардың өзі маған қалай хабарласады. Сондықтан бұл нәрсеге, егер қызыңыздың өміріне сіз қарамасаңыз, оған басқа біреу әкеп, басқа біреу қарамайды. Және анасы шашының түскеніне норма деп қараса, анасы өз-өзінің күтіміне қарамаса, сіздің қызыңыз тура сіздің копияңыз болып шығады. Енді келесі, босанғанда шаштың түсуі норма деп күтім жасамау, немесе шаштың түсуін елемеу. Енді келесі кезекте осыған тоқталайық. Шаштың түсуіне жалпы түрлі факторлар әсер етеді. Мен оған тағы да тоқталамын. Бұл жерде достар, мына нәрсені ескеру керек. Жалпы 2 қабат кезде біреу шашым түседі деп айтып жатады, бала босанғанда шашым түседі деп айтып жатады. Негізі дені сау, денсаулығы жақсы адамның 2 қабат кезде шашы түспейді. Ол кезде керісінше қалыңдап өседі. Ал егер сіздің 2 қабат кездің өзінде шашыңыз түсетін болса, онда демек сіздің шашыңыз ол босанғаннан кейін одан да көп түседі. Сонымен қатар, мысалы, күйеуге тимеген жас қыздар көп қой, 16-18 жастағы, енді өсіп келе жатқан балалар, бойжеткендер демекші, қыз кезінен бастап шаш түсетін болса, олардың ертең міндетті түрде ол түсіп тұрған шаш 2 қабат кезінде өзінен өзі тоқтап қалмайды. Ол өзінен өзі бала емізгеннен кейін тоқтап қалмайды. Қыз кезінде шаш түсетін болса, бала босанғаннан кейін ол одан да қатты түседі. Және содан мен таз болып қалайын дедім деп, мысалы, маған хат жазатын, хабарласатын әйелдер өте көп. Осы жерде бұл тек қана сіздің өзіңізге ғана зиян тигізбейді. Мына жерде айта кеткім келеді.
Бұл сіздің екі қабат кезде емізетін кезде сіздің шашыңыздың түсуі бұл ДНК арқылы, ген арқылы сіздің балаңызға беріледі. Сөйтіп болашақта алдағы уақытта сіздің балаңыздың, мысалға балалардың шашының өспейді, түседі, ағарып кеткен деген проблемалардың барлығы қайдан шығады? Маған баламның шашында проблема бар деп хабарласатындардың мен анасының жағдайы қалай соны сұраймын ба? Барлығының 99%, тіпті 100% аналарында проблема бар. Сондықтан егер сіз бүгін өзіңізді ойламасаңыз, ертең сіз балаңызды ойлауыңызға тура келеді. Және тағы бір ескеретін нәрсе, мына босанғаннан кейін айтады да, мысалы шашының жаңағындай түсуі тоқтайды, ол қайтадан өседі, қалпына келеді, ой қойшы деп айта салды депші. Шашыңыз түссе, онымен жұмыс жасайтын мамандардың көмегіне жүгінбейсіз бе? Ай даладағы бір Айгүлді тауып алады, ай даладағы бір Шолпанды тауып алады. Кешіріңіз, Айгүл мен Шолпанның екеуінің денсаулығы бірдей емес. Айгүл мен Шолпанның босанғаннан кейінгі күтімдері бірдей емес. Оның атасы, енесі, отбасындағы жағдайы, өз-өзіне қарауы бірдей емес. Сондықтан олардың денсаулығы бірдей болмағандықтан, күтімі де бірдей болмағандықтан, ұйқысы да, тамақтануы да, еш нәрсесі бірдей емес, бір-біріне ұқсамайды ғой адамдар жалпы. Сонда Айгүлдің шашының түскені қалпына келсе, қалай Шолпанның шашының да түскеніне гарантия бар? Осы нәрсе. Сосын тағы бір нәрсені айта кетейін. Көп маған хабарласатын әйелдер, мысалға бірінші баладан кейін жас болдың, жас организм, бала босанғаннан кейін қайтадан организм қалпына келіп алды. Онан кейін көп басталады проблема үшінші, төртінші баладан кейін. Уже бірінші балада түсті, қалпына келді, екінші балада түсті, қалпына келді, үшінші баладан кейін, төртінші баладан кейін, бесінші баладан кейін шашымның түскенін тоқтата алмай қалдым. Бала босанғанымнан кейін уже 1 жыл, 2 жыл өтті, тіпті 3 жыл өтті. Кейбір әйелдер бар, 10 жыл өтті дейтін әйелдер бар, мүлдем шашымның түскенін тоқтата алмадым деп. Сол себепті бала босанғанның өзінде шаштың түскеніне норма деп қарауға болмайды. Күтіміңізді жасаңыз. Енді бұл туралы алдыңғы бөлімде тағы да тоқталамын, қалай шаштың түскенімен жұмыс жасау керек деген дүниелерге. Сол себепті осы қателіктерді жібермесеңіздер екен. Мен қазір осы сабақта ең негізгі халықтың арасында ең көп кездесетін қателіктермен бөлістім. Біреудің қателігінен сабақ алу керек дейді. Сондықтан егер сіздің өз-өзіңізді әйел ретінде бағалайтын болсаңыз, шаш керек болса, онда өз күтіміңізбен айналысатын ол сіз ғана. Сіздің атаңыз емес, енеңіз емес, күйеуіңіз емес. Сонымен қатар атасының қабағына, енесінің, күйеуінің қабағына қарайтындар бар. Мысалы, жаңағы күйеуім тіпті ұрсады деп айтқандар бар. Мысалы, көптеген әйелдер болды, жұмыс жасайын десе, менің күйеуім ұрсады, кімді қарата алмай жүрсің деген дүниелерді айтады деп. Сол себепті бүгінгі кезде қызыңыздың шаш түсетін болса, ол ертең күйеуге шыққанда қандай күйеуге жолығады? Мысалға, сенің киімің іш киімімізден шығатын болды ғой, немесе шашына саған не керек деп айтатын неше түрлі ер адамдар бар. Сіздің қызыңызға қандай да бір жақсы еркектің жолығатынына ешқандай гарантия жоқ қой. Сондықтан қызыңыздың болашағын ойлайтын болсаңыз, онда қазірден бастап күйеуге тимес бұрын денсаулығын дұрыстап, шашын дұрыстап алыңыздар. Негізгі айтайын дегенім осы.